Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге Диана. Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан эскимо пирожниларының рецептісімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазамыз. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды салып, миксердің көмегімен 2 есе үлкейгенше араластырамыз. Келесі кезекте қантымызды саламыз. Қантымыздың барлығын бірден салмаймыз. Бөліп сала отырып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте қайнаған суымызға какаомызды саламыз. Електен өткізілген какаомызды. Және оның суын күтеміз. Міндетті түрде суып тұру қажет. Ыстық күйінде құйсаңыздар, жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Және жұмыртқамыз бен қантымызды араластырып болғаннан кейін үстінен сұйық майымызды құйып, тағы да миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Суыған какао ерітіндісін құямыз. Тағы да ескертемін, какао ерітіндісі міндетті түрде салқын болуы қажет. Және біркелкі қалыпқа енгенше тағы да миксердің көмегімен араластырамыз. Келесі кезекте разрыхителімізді ұнымыздың үстіне салып, тағы да миксердің көмегімен араластырамыз. Ұнымыздың барлығын бірден салуға болмайды. Бөліп сала отырып, біркелкі қалыпқа енгенше жақсылап араластырамыз. Міне біздің массамыз дайын болды. Осындай жылтыр, какао ұнның түйіршіктері болмау қажет. Келесі кезекте қамырымызды табамызға құйып, пешке жіберетін боламыз. Менде 25 сантиметрлік таба. Сіздерде қандай формада бар, солай құя берсеңіздер болады. Өз қалауларыңызша. Осылай құйғаннан кейін ұрғылап жібереміз. Осылай біркелкі болғанша 180 градуста 50 минутқа пешке саламыз. Міне біздің қамырымыз пісіп шықты. Және бұл корждарымыздың суын күтеміз. Суығаннан кейін осылай майдалаймыз. Үгітеміз. Миксердің көмегімен үгітсеңіздер болады. Блендердің көмегімен, қолмен, өздеріңізге қалай ыңғайлы солай үгіте бересіздер. Және ұсақталған қамырымыздың үстіне сгущенкамызды салып, осылай қолға жабысқақ болғанша араластырамыз. Және бізде осындай эскимоға арналған формамызға салып шығатын боламыз. Өте оңай рецепттердің бірі, жасап көрсеңіздер болады. Дәмі өте керемет. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Осылай силиконымызға барлық корждарымызды жақсылап салып шығамыз. Келесі кезекте барлығын салып болғаннан кейін осындай таяқшаларды силиконның астыңғы шетінен кіргізіп қоямыз. Өте ыңғайлы. Осылай саламыз таяқшаларды. Міне осылай барлығына таяқшалар салып болғаннан кейін морозильникке саламыз. Келесі кезекте шоколадтарымызды дайындаймыз. Оформление жасау үшін, ол үшін шоколадтарымызды водяной баняда ерітетін боламыз. Қаласаңыздар микроволновкада ерітсеңіздер де болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жасайсыздар. Міне біздің шоколадтарымыз еріп шықты.
және оның үстінен 4-5 грамм сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Мен ақ және қара шоколадтармен оформление жасаймын. Міне біздің шоколадтарымыз дайын. Бөлме температурасында болуы қажет. Ыстық күйінде жақсаңыздар әдемі көрінбейді. Міне біз морозильниктен шығарамыз корждарымызды және ақырын силиконнан шығарамыз. Осылай ақырын шығарамыз. Дәмі өте ерекше. Міне біздің эскимоларымыз осылай болып шықты. Өте әдемі, сүйкімді. Иісі өте керемет. Дастарханның сәнін келтіретін пирожнилардың бірі. Осы рецептімен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды. Міне бізде өте әдемі. Міне біздің эскимоларымызды силиконнан алып шықтық. Келесі кезекте оформлениеге кірісеміз. Бізде өте мұздай салқын болып тұр. Және оның үстінен осылай шоколадпен қаптаймыз. Міне бізде осындай эскимоларымыз дайын болды. Міне біз барлығына шоколад жағып шықты. Келесі кезекте оформлениеге кірісеміз. Бізге оформлениені өз қалауларыңызша жасайсыздар. Мен осылай түрлі түсті шоколадтарды ерітіп жасаймын деп шештім. Міне осылай әдемілеп бетіне шоколадтарды ертіп құйып шықсақ, өте әдемі көрінеді. Сіздер өз қалауларыңызша үйде не бар, сонымен жасасаңыздар болады. Ең маңыздысы пирожнилардың оформлениесі мен үшін. Бізде міне осындай өте әдемі, дастарханның сәнін келтіретін, кез келген қонақтарыңыздың көңілінен шығатын эскимо пирожниларымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін көріп шыққандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Диана. Жасап көріңіздер, ас болсын.